Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен шашпа палау пісіру рецептімен бөлісемін. Пиязды жартыса қиналап тураймыз. Сәбізді жолақшалап тураймыз. Құйрық майды ұсақ бөліктерге бөліп тураймыз. Етті үлкен бөліктерге бөлеміз. Қызып тұрған қазанға майды құйып, ең алдымен құйрық майды қуырамыз. Үстіне етті салып 10 минуттай қуырамыз. Екі шай қасық тұз және 2 шай қасық зира қосып араластырамыз. Үстіне пиязды салып 5 минуттай қуырамыз. Жарты шай қасық ащы бұрыш қосамыз. Сәбізді салып 8 минуттай қуырамыз. Үстіне 1 литр қайнаған су құямыз. Ортасына жуылған 1 сарымсақты кіргіземіз. 10 минуттай баяу отта қайнатамыз. Үстіне жуылған күрішті салып шығамыз.
Палауды 5 минут қатты қайнатып, содан кейін 10 минут астын баяулатамыз. Күрішті ортасына қарай жинап, пешімізді сөндіріп, 10 минутқа қалдырамыз. Күріш осылай шашырап, әдемі болып піседі. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.